Сәлеметсіздер ме, құрметті Қазақша Таро YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздердің назарларыңызға мерген жұлдыз белгісінде туған жандардың назарларына қаңтар айы, яғни 2024 жыл жаңа жылдың алғашқы айы қаңтар айына арналған таро жорамалын ұсынамын. Қаңтар айында сіздер үшін не өзгеріс болмақ, не жағдай орын алады, сол туралы айтатын боламыз. Міндетті түрде каналға тіркеліңіздер. Мені тіркелмей көретін жандарды тіркеліп кетсеңіздер қуанып қалар едім. 2024 жылы енді менің оқырмандарым, менің көрермендерімнің саны 100 мыңға жетсе қуанамын. Сондықтан да маған тіркеліңіздер. Және жеке сұрақтарыңыз бойынша маған WhatsApp номерге жазсаңыздар болады. Осы видеоның астында номер қалдырылады. Және 2024 жылдың өзіңіздің жұлдыз белгіңіз бойынша 2024 жылдың жорамалын көргіңіз келсе, телеграмға тіркеліп, онда маған WhatsAppқа жазыңыздар. Әрине телеграмға тіркелу ақылы, сондықтан сол жерде білетін боласыздар. Ал бастаймыз. Бізде саршаян жұлдыз мерген жұлдыз белгісі. Мерген жұлдыз белгісі. Мерген. Қаңтар айы, мергендер қаңтар айы, қаңтар айы, қалай болмақ? Енді бұрынғыдай емес, бұл жолы 6 карта шығарамыз. Бір подарка бір карта подарка бонус. Ал міне 6 картаны шығардық. Ал енді біртіндеп ашайық. Мерген жұлдыз белгісіндегі жандар. Мерген жұлдыз белгісіндегі жандардың барлығы осы маған ұрсып жазады. Ұрсып жазады. Сіз үнемі мергендерге ойынша емес айтасыз дейді. Енді мен оны әдейі шығармаймын ғой. Или болмаса көріп тұрып шығарып жатқан жоқпын. Қарамай шығарам, өзі шығатын картаны сосын жалпы айтып берем, трактовать етіп. Сондықтан да ол менің қолымда тұрған нәрсе емес. Ал енді мына карта не себепті айтып себебі осы картада шамалы қолайсыздау, яғни сіздің белгілі бір дүниелерден қиналуыңызды көрсетіп тұр. Бір шешім қабылдауға деген немесе белгілі бір жаққа қарай шығуға мәселенің реттеуге ешқандай да мүмкіндігіңіз болмай тұр. Сіз бір жағдайыңыз жоқ деп айта алмаймын, но сізде өзіңізді өзіңіз шектеп тұрсыз. Қорқыныш бар, уайым бар, сіздің жолыңыздағы кедергілерден қорқып тұрсыз. Ақша мәселесі болуы да мүмкін. Яғни сізде осы тұрған кезде бір нақты бір нәрсеге нүкте қояйын десеңіз, қоя алмай тұрсыз. Себебі жолыңыздағы кедергілер сізді тоқтатып тұр. Өзіңіздің жадтарыңызға да абай болыңыз, біреуге сенудің де қажет жоқ, жағдайға шарасыз көну, немесе белгілі бір ұнамайтын жерде жұмыс жасау, себебі ақша керек деген сияқты, немесе бір жерде ұнамайтын жерде тұру, бір адаммен қарым-қатынаста, ұнатпайтын адаммен қарым-қатынаста болу, немесе тіпті ұнататын адамыңызбен бірге бола алмай тұрсыз, себебі араларыңызда кедергілер бар, ол тіпті адам болуы да мүмкін, сондықтан да сондай жағдай болып тұр. Және бір адаммен ажырасайын десеңіз де қорқыныш бар, ажыраспайын десеңіз де болмай жатыр, солай ішіңізде не қалайтыныңызды өзіңіз білмей тұрсыз, нақты бір шешімге келе алмай тұрсыз. Тәуелділік, бір нәрсеге тәуелділік. Сол, мысалға, балаларыңыз болғандықтан сіз артық әрекет жасай алмай отырсыз ба? Бір нәрсе сіздің қолыңыздан прям байлап ұстап тұр, сіз көзіңізді де қолыңызды да байлап тұр, ол жағдайлар байлап тұр. Яғни сіз тіпті ол кейде өзіңіздің басыңызда болуы мүмкін, ол нәрсе сіз қорқасыз. Алдағы өміріңіз үшін қорқасыз, отбасыңыз үшін қорқасыз. Сол себепті де
қадам жасай алмай бір орында тұрсыз. Әзірше сондай. Немесе ақшаларыңыз, қарыздарыңыз ба сондай көп, соны төлеу керек, ал сізде бос уақыт жоқ, полностью тек жұмыс істеу, бастықтың бүкіл жаңағы капризіне төзу қалып тұр, иә. Денсаулығыңызға да абай болыңыз. Если бір жеріңіз ауырса, ұзақ уақытқа кетуі мүмкін, және де сәл күтесіз енді. Сәл күту керек. Или сәл күтпеген күннің өзінде де солай жағдай сізді тоқтатып тұр ғой. Мынау енді картта жалпы ер адамның силуеті. Бұл ер адам то сіз, или болмаса сіздің өміріңіздегі белгілі бір еркекті білдіреді. Яғни, или болмаса сіз сондай адаммен танысасыз, немесе сондай адамдармен жұмыстас боласыз, яғни әріптес сияқты. Сондай бір жағдай болады. Бұлайынша жақсы карта. Басты айтатын нәрсе, ол жақсы карта. Яғни сіздің кез келген ойлаған дүниеңізді шешуге мүмкіндік бар. Әрине, ол еркекке байланысты болады. Еркекпен тығыз не болады? Байланысты, яғни сол еркектің әрекетіне қарай, немесе сол еркектің сізбен сөйлесуіне, сізге көмектесуіне қарай сіздің жағдайыңызда оңалады. Егер ол еркек сізге көмектесем деп шешсе, значит сіздің жағдайыңыз оңалады, мәселеңіз шешіледі. Ал егер көмектеспеймін десе, онда енді ренжімеңіздер, онда қиындау болады. Ал енді, яғни сізді жұмысқа тұрғызуы мүмкін біреу, иә. Болмаса сіз осындай адаммен байланыста боласыз, әртүрлі байланысты, жұмысқа байланысты, жеке өмірге байланысты. Мықты өміріңізде еркектің әсері көп болады. Или бұл сіздің күйеуіңіз, иә, сіздің күйеуіңіз осылай деп айтады, немесе жұмыс істеме, мен өзім жұмыс істеймін деп жұмысқа шығуы мүмкін. Тұрақты табыс бар, денсаулығыңыз жақсы болады. Белгілі бір конфликт, сөзге келіп қалушылықтар болуы мүмкін әртүрлі адамдармен, иә, но мәселе шешіледі. Яғни тәуекелге барудан қорқудың қажет жоқ. Ойлаған дүниеңізді жүзеге асырыңыз, қорықпаңыз, сізге көмектесетін адамдар табылады, немесе болмаса тіпті өзіңіздің де қабілетіңіз жетеді. Сіз еркек адам болсаңыз, иә, мына жерде енді то біреу сізге көмектеседі, то сіз өзіңіздің мүмкіндігіңізбен, өзіңіздің әрекетіңізбен жетістікке жетуді көрсетіп тұр. Енді қараңыз, сізде жұмысқа байланысты, егер жұмыс іс саласы болатын болса, белгілі бір екінші аптада шамалы более-менее болады. И уже бірінші аптада және үшінші аптада сіз ондай бір үлкен өзгерістерді күтудің қажеті жоқ, иә. Тіпті үшінші аптада сізде бүкіл мәселеңіз тоқтап қалады. Ол мәселені тіпті тез өзгертемін, тез жағдайды орнынан қозғалтамын деген сияқтыға талпынудың қажет жоқ. Себебі тіпті талпынған күннің өзінде де сіздің мәселеңіз алдыға қарай жылжып тұрған жоқ. Яғни ақшасы кешігуі мүмкін, түрлі кедергілер, жолға байланысты, жаңағы денсаулығыңызға байланысты кідірулер болуы мүмкін. Болмаса табиғаттың жағдайына байланысты жұмыстарыңыз тоқтап қалуы мүмкін. Енді әркімнің саласы қандай, мысалға мәселе сонда жатыр. Егер сіздің салаңыз қай жағына жақын болса, сол сала бойынша тұрып қалулар болады. Сізді бұл жерде сізге кеңес ретінде бір нәрсені өзгертіп асықтырамын деп, тез болдырамын деп талпынудың қажет жоқ. Одан қайта керісінше бүлдіріп аласыз, иә. Сізге айтатыным, демалыс жариялаңыз өзіңізге, шамалы ойланыңыз, жатыңыз, демалыңыз, сосын кейін барлығын көре жатарсыз. Оған дейін бір жүгіріп қиналудың қажеті жоқ. Келесі карта. Бұл карта вообще сізде керемет карта. Эмоцияға толы болады. Сізге белгілі бір деңгейде ұсыныстар түседі. Әртүрлі, қараңыз, әртүрлі. Біреуде жұмысқа байланысты, давайте екеуміз кәсіп ашайық деп ұсыныс беруі мүмкін. Мысалға біреулер үйленейік деп, біреулер тұрмысқа шық, тағы не? Әртүрлі жағдайдағы ұсыныстарды білдіреді. Немесе сізге біреу бір жақсы проект ұсынып жатыр, жоба, сол жобаға сізге айтады, маған спонсор бол дейді. Или болмаса, давай екеуміз бастайық дейді. Сондай сияқты. Егер сондай болса, бұл әрине жақсы ұсыныс деп айтар едім мен.
армандау, бір дүниелерден бір дүние шығару, махаббатпен бас айналу болады, бақытты боласыз бұл айда, иә. Яғни бұл уақыттарда айдың аяғына қарай бұл мәселе болатын жағдай. Бір нәрсені бастау, бір нәрсеге ақша құю, иә, ондай да болуы мүмкін, немесе ақшаны айналымға салу болуы мүмкін. Или көптен бері жинаған ақшаңызға бір керекті дүниені сатып алу болады, иә. Солай, сезіміңізге сенім білдіріңіз, барлығы жақсы болады. Мүмкіндігіңіз бар, талпыныс мықты болады сіздерде. Барлығы өзіңіздің қолыңызда. Әрине тоқтап қалып тұрған жоқсыздар, сіздерде жалпы сондай бір өмірге деген қызығушылықтарыңыз өте күшті адамдарсыздар, талпыныстарыңыз күшті, көңілді, сондай керемет жансыздар негізі сіздер. И сол мәселе бойынша сіздерде сондай бір эмоцияңыз одан сайын тасуы мүмкін, осы уақыттарда. Әрине керемет карта. Немесе сіз біреумен танысасыз, мына жерде біреумен танысасыз, немесе жол жүресіз, и көлік сатып алуыңыз да мүмкін. Мына карта бойынша сондайды білдіреді. Немесе бір жерге барасыз, орын ауыстыруды да білдіреді. Бұл енді тағы да орын ауыстыруды білдіреді, иә. Мысалға сіз басқа қалаға барып жұмыс істейсіз, немесе жұмысыңызды ауыстырасыз, немесе басқа бір дүниелермен айналысасыз. Біреулер ұлды болуы мүмкін. Иә, бала көтереді, ұлды болады. Ал енді мына карта бойынша адамның жалғыз қалуын білдіреді. Көп жағдайда сіз осылғанда жалпы бұл айдың ішінде бір жағынан қараса сіз жалғыз боласыз бұл айда. Тіпті айналаңызда қанша адам болған күннің өзінде де сіз іште жалғыздықты сезінесіз ба, көңілсіздікті сезінесіз ба, өзіңізбен өзіңіз ойға батасыз ба, сондай бір жағдай болады. Және де бір жағынан ол да жақсы, не себепті барлығын ойланып алуға мүмкіндік болады, жақсы шешімдер қабылдауға мүмкіндік болады, иә. Әрине жақсы карта дегенмен де. Бір нәрседе, бір деңгейде сізде қолыңызға билік тиюі мүмкін, немесе жауапкершілікті аласыз, иә. Ақшаны жұмсауға деген мүмкіндігіңіз жақсы болады, яғни бөлу, қай жаққа керек деген сияқты, иә. Ақша бөлу деңгейі. Солай, және біреудің жүрегін жаулап алу сияқты сондай істермен айналысуыңыз мүмкін. Мысалға біреулермен кездесу, танысу, немесе ғашық болып қалу деген сияқты, немесе тіпті жұмысқа байланысты, жұмысқа сізді алсын деп, сіз не істейсіз, өзіңізді жақсы қырынан барынша өнеріңізді көрсетіп, жақсы қырынан көрсетуге тырысасыз. Бір көргеннен ғашық болу дегенде болады әрине. Себебі сондайға да келетін карта. Дегенмен енді бұл картада басты айтатын сізге кеңес, біреуге сенудің қажеті жоқ, тек қана өзіңізге сеніңіз, өзіңіздің мүмкіндіктеріңізге сеніңіз, потому что ешкімнен көмек келмейді. Ешкімнен көмек келмейді, тек қана өзіңіз ғана барлық мәселені аяғына жеткізе аласыз. Қаражат жағдай сәл қысуы мүмкін, шамалы соған байланысты, ақшаңыздың аз болуына байланысты сіз ыңғайланып, жоспар құрып, алдағы өміріңізді жоспарлай бастайсыз, алдағы уақытыңызда. Жақсы ойлар келеді сол кездерде, немесе көмекке бір адам келуі мүмкін, бірақ енді көп адамнан көмек күтпеңіз. Бірінші кезекте өзіңіздің мүмкіндіктеріңізді дұрыс бағалай біліңіз. Сосын барып біреуге сенесіз. Енді бір дүниелер сіздің көңіл күйіңізді түсіретіні айдан анық, дегенмен де басқа жандарға бола, немесе бір болмайтын нәрселерге бола көңіл күйіңізді түсірмеңіз деп кеңес беремін. Бірінші кезекте өзіңізді ойлаңыз. Сіздер өте сезімталсыздар, енді ақкөңілділік те бар, мысалға. Но енді бәрін өзіңізде көрмеңіз, себебі әртүрлі адам бар. Сізде белгілі бір деңгейде жалғыздық болады бұл айда. Ешкіммен сөйлескіңіз келмей ма, немесе керекті жандар қасыңызда емес, содан бір жаман сезініп, өзіңізді сондай бір жалғыз сезініп, жабырқауыңыз мүмкін. Біреулерден көңіл қалушылық, біреулер тіпті ажырасу
иә, ажырасуы да мүмкін, қарым-қатынастың тоқтауы, немесе жұмыс ауыстыру, жұмыстан кету, бір хабарлар келеді. Әрине ол хабар сіздің көңіл күйіңізді түсіретін хабар болуы мүмкін. Енді үлкен бір қиын мәселе деп те айта алмаймын, но бір деңгейде сізді сәл көңіл күйіңізді түсіреді. Денсаулығыңызға абай болыңыз, өте қатты қарау керек денсаулыққа. Өзіңіздің бір жерлерде сізді шектеулер болады. Сізде бұл айда міндетті түрде шектеу болады. Я то адамға байланысты өз-өзіңізді шектейсіз, то жағдайға байланысты шектейсіз ба, то ақшаға байланысты, я. Сондай бір полный мере сіз еркін қозғала алмайсыз. Немесе көңіл көтергіңіз келеді, достарыңыз сізді шақырып жатыр, бірақ сізде жұмыс өте көпті, басшыңыз сізге көп жұмыс беріп қойды, және соны осы уақытта бітіру керек, ал сіз егер ол жерге баратын болсаңыз, бітіре алмайсыз. Сондай сияқтыны да көрсетіп тұр. Сондықтан да айтатыным, енді өзіңізді ойлаңыз, бірінші кезекте өзіңізді ойлаңыз, уайымдай бергеннен ештеңе таппайсыз, және уайымның айы болады. Бір нәрсені уайымдайсыз міндетті түрде, бірақ жағдайыңыз мүлдем жаман деп айта алмаймын, потому что көріп тұрсыз ғой, сіздің мүмкіндігіңіз бар. Жағдайды полностью өзіңіздің қолыңызға алуға және шешуге деген мүмкіндігіңіз бар. Ең бастысы өз-өзіңізге деген сенімділігіңізді арттырсаңыз, және де біреуге уже сеніп көмек сұрауды қойсаңыз, барлығы жақсы болады, иә. Солай, үнемі сізді қолдап жүретін адамдар да болмауы мүмкін. Кейбір кездерде соған дайын болыңыз. Міне осындай сіздердің жорамалдарыңыз, міндетті түрде каналға тіркеліңіздер, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырыңыздар, және жылдық жорамалдарыңызды көргілеріңіз келсе, маған WhatsApp-тан жазсаңыздар болады. Жылдық жорамал болғанда жұлдыз белгіңіздің жылдық жорамалын көресіз. Телеграмға тіркеліп, оған тіркелу ақылы. Сау болыңыздар.